Біріншіден, енді бұның моральдық, рухани жағы. Мен осы соңғы 32 жылдан бері зерттеп келе жатқан алаш тарихы, оның ішінде осы алты алаш көсемі, алаш ұлт азаттық қозғалысының идеологиялық негізін қалаған және оның саяси көсемі болған Әлихан Бөкейханды, оның өмірін, қызметін, шығармашылығын зерттеп келемін. Ал Әлихан Бөкейхан 1906 жылы әлі сол отаршыл Ресей империясы тұсында бірінші мемлекеттік думаға депутат болып сайланды. Бірақ ол думаға қатыса алмады. Өйткені ол Петерборға жеткен 8 шілде күні мемлекеттік думаны күштеп таратып жіберді. Әлиханның думаға барғандағы мақсаты ол өзінің мансап құру, немесе бір сонда абыройлы қызметте жүру оған жоқ. Әлиханның бар ойы сол мемлекеттік дума арқылы қазаққа мейлінше тиімді деген заңдар қабылдату. Ол жерін сақтап қалу болды негізгі мақсаты. Екінші, думаға да қайта сайлануға толық мүмкіндігі болды. Бірақ сол кезде патша үкіметі сол күштеп таратылған бірінші мемлекеттік думаның депутаттары екінші думаға қайта жаппай сайланған жағдайда екінші думаны да тарату қаупі тұрды. Одан патша үкіметі бас тартпайтынын түсінді. Сол кезде Әлихан Бөкейхан 1907 жылдың қаңтарында Семей облыс қазақтарына ашық хаты бар. Мен екінші думаға сайлануға дайынмын, және сайлаудан өтетініне еш күмәнім жоқ. Бірақ жағдай осылай. Егер екінші думаны таратып жіберетін болса, онда қазақтың құқы қорғалмай қалады. Сол себепті мен өз тарапынан 5 қазаққа депутат болуға лайықты деген 5 адамды ұсынам, соның бірінен депутат сайланыңыздар деп. Сол себепті мен Әлихан танушы ретінде Әлиханның бүкіл солына дүниеге келген сәтінен 1937 жылы қыркүйекте Мәскеуде өтірік түрмесінде атылып, сүйегі өртеліп, Дон зиратынан жерленгенге дейін күнін зерттеген соң, мен сол парламент мінберіне көтеріліп, Әлиханның атынан, Әлиханның істей атқара алмай кеткен ісін мен жүзеге асырып көрсем бе деген ой болды.